Касиеттүү Рамазан айынын соңку 10 күндүгүнө кириппиз. Соңку 10 күндүгүндө таксанын бирөөүндө кадыр түнү болуу мүмкүн дейт го. Сондуктан да энди Алла кааласа дуга тилектерибизди көп тилейик, арман барша тилеген ким не тилейди, бирөө ден соолук, бирөө бала, ар кимдин өзүнүн бир жетишпеушілік, каалоочулук болот го. Пенде үй сонун баардыгы орундалсын. Сол алдында билесиздер, өзүнүн окурмандарым ичинде 100 адамга ауыз ашар берген ресторанда бул жолу үйдө бир Куран окутулуп, папанын, маманын, ата-энемдин, тууган туустарымдын, энди кайын журттарым го. Ултауда өсетін шөп бар, соны қосам. Не шай деп бәрі сұрайды. Дәмі күшті, бізге келген адам біледі. Так что қонаққа келіңіздер. Мен онда қойдым сол не ғой? Свифт оказалось. Ано сабақ сүреміз болды да. Қалған құтқан заттармен түнгі шай без этого никак. Және де байқасаңыздар, подругам жаңа жылда сыйлаған еді ғой, әлемдік номер 1 брендтердің бірі. Пенкасын қолданып едім, ал өзгешін куперозым қайта шығып бетім қызара бастады ғой. Енді складтан пенка тауып алу керек. Үйдегі пенка екеуінде шоқшитып бітіріп тастаппын, ішіне су құйып жуып жүрмін ғой. Сосын барып анан бастай салғанмын ғой. Бір апта қолданған, бір аптада бет уже құртылып жатыр ше. Сіздердің беттеріңіз қалай жүр, я не знаю, қыздар, мен пенкама үйренмеппін өзім әйтеу. Не подарок, папа? Бұл подарок енді хит ғой. На, не деген подарок ол? На, не деген подарок ол? На, қарай, Стар, сними меня. Ойбай, тез алшы. Папа, сіз мені не істейін деп жатсыз? Үйіне подарок? Мамаға подарок. Мамаға подарок. Неге? Енді көктем келді. Сен шығартқан ма? Папа? Мұнан қанша. Сен шығартқан ма? Ұрыс, бұл деген құрақ қалады. Сізге подарок дайындап қойды, папа. Келіңіз. Сегізінші мартқа, папа. Папа, сізге әбішер еткен подарок. Папа, 1, 2, 3